Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Алдын мемлекеттік тіл менен орыс тілі тең деп шығарды. Енді қатар деп шығарды. Бұл енді бұлайша айтқанда өрдегі отырғандардың бәрі өздерін ақылды санайды, біздерді ақымақ санайды. Немесе олар мүлдем қазақ тілін оқымаған сияқты. Қазақ тілінде мынау ереже бар екен, соны бірінші танысып алайық. Синоним дегеніміз не дейді? Синоним дегеніміз мағынасы бір-біріне жақын, бірақ айтылуы мен жазылуы әр түрлі сөздер деп қазақ тілінде осы ережені жазып қойыпты. Ал енді соған мысал келтіре кетеміз. Тең, қатар. Әдемі, сұлу. Әдемі, қарасаңшы, әдемі. Сұлу, екеуі бір мағына түсіндіре алады да. Немесе сұлу, көркем. Немесе қуанышты, шат. Қуанып тұрсың, шаттанып тұрсың. Екеуі бір мағына білдіреді. Бірақ айтылу мен жазылуы әртүрлі сөздер деп жатыр да. Сол сияқты мінекей тең, қатар. Жазылу бөлек, екеуі бір-бірінікі. Бірақ екеуінің мағынасы бір болып тұр. Синоним ғой бұл енді. Баяғыда қазақ тілінен осыны бізде ережесін жаттатқан еді ғой. Бізде Сейдазимова Уайда апай бізге осыдан сабақ берген еді. Содан кішкене мида қалғанын енді қазір жайлап іске қосып жатырмыз. Құдайға шүкір. Ал енді орыстың тілі менен қазақ тілі қатар болсын деген пікірлер айтылып жатыр. Онда оның мемлекеттік тілден қандай айырмашылығы бар? Қатар тұрса да, екеуі бірге бүйтіп қатар тұрса, синоним болып. Қатар тұрса, немене айырмашылығы бар? Ешқандай айырмашылығы жоқ. Мысалға енді мынау тілдің қадірін түсінбейтіндерге бәрібір ол енді. Мысалға жүр ғой ана біреу жаңағы бір бала жақсы, екі бала жақсы, үш бала өкінішті деп. Ана жерде Мусин деген отыр жаңағы. Цифрдің өзін біреусін қазақша, біреусін орысша айтып отыр. Мысалға 63 жасқа келгенде пенсияға шығады дегенде 63 деп қояды. Ямаса 58 әйелдердікін айтып отыр. 58 деп отыр. Бұларға не керек бар? Бұлар біздің тіліміз бұлар үшін ойыншық. Бұлар үшін жағы біздің тіліміз не дейсе болады? Біздің тіліміз ештеңе емес. Ал егерде тіл жоғалған болса, жұрттың өзі жоғалады екен. Жұрттың өзі жоғалады. Енді орыс тілі менен қазақ тілі қатар жүрсін деген жаңа пікірлерді айтып жатыр ғой. Орыс тілін мен қазақ тілі қатар жүретін болса, орыс тілі бәрібір кейінірек өзінің өктемдігін қылады да, қазақ тілін басып жібереді да, орыс тілі жеңіп кетеді. Соның не болады? Тіл жоғалады бізде. Тіл жоғалғаннан кейін ел жоғалады. Демек, тілімізге шабуыл жасап атқандар, тілімізді жоғалтуға шабуыл жасалып жатыр мынау. Бізді алдап қояды. Енді бір депутат шығып алып айтып жатыр, жаңағы анау не дейді, мұсылмандардың 80% алаяқ дегендер өзі бір көрсетіп жатыр, түймелерін көрсетіп жатыр. Мынау түйме мына жақта тұр, мынау түйме мына жақта тұр, анау түйме мына жақта тұр, шалбарым түймесі ана жақта тұр деп жаңағы түймемен салыстырма түрде сөйтіп көрсетіп жатыр. Мынау любой адамға, соқыр адамға көрсетіліп тұрған нәрсе ғой, тең, қатар. Қараса енді, сұлу, көркем, батыр, ержүрек. Олардың мағына, енді жазылулары басқа болып келгенмен, бір мағына беріп жатыр ғой берді. Мынау да сонда бір мағына беріп тұр. Тең, қатар деген. Тең деген сөзден қатар деген сөзге ауыстырдық деп жатыр. Ат құлағы жарыққа тимесін, біз жеңіп шықтық, халықпенен біз санасып жатырмыз деп бізді алдап қойып жатыр да жағы. Енді мынау орыстанған қазақ, ол жойылған қазақ деген. Орыстанған қазақ, жойылған қазақ деген. Осыны ұмытпауымыз керек.
өзінің ана тілін білмеген ол түрі ғана қазақ. Былайша ол орыс. Болмысы қазақ әшейін, болмысы ғана қазақ. Ол еш уақытта қазаққа қызмет ете алмайды. Қазақтарды құрмет қыла алмайды, қазақ тілін құрмет қыла алмайды. Біздің жағы үстің жақта отырғандардың көбісі қазақ тілін сөйлей алмайды. О туылғаннан бастап, роддомнан шыққаннан бастап орысша сөйлеген, орысша сөз естіген, бүгінгі күнге дейін орысша сөзді естіп отыр. Бұлар енді орыс тіліне деген махаббаты өте зор, орыс тілге деген жағы сүйіспеншілік мықты болып кеткен. Қазақ тілін қазір табанына таптап, орыс тіліне жағы жығып беріп атқандығы сондықтан. Бұлайша айтқанда да. Баяғыда коммунизмде бұрандатып келген еді. Біз енді бір коммунизмге жеткеніміз жоқ. Бірақ ол саясат мақсатына жетті. Бүткіл қазақтардың көбісін орыстандырып кетті. Қазірге дейін кейбір қазақтар орысша сөйлеуге намыстанатындай дәрежеге жетіп қалды. Енді мен таңғалып жатырмын. Қанша жыл бойы, мынау 30 жыл бойы билікте отыр ғой, 30 жыл бойы отырған адамдар бар. Солар әліңге дейін қазақша білмейді. Мынау Димаш дүние жүзін сапар қылып жағы өзің концертін қойып жатыр ғой енді. Дүние жүзі Димаштың концертін естігеннен кейін Қазақстаннан отырып алып, онлайн қазақ тілінен беретін ұстаздар тауып, қазақша үйреніп жатыр. Мынау жағы шет мемлекетте Димашты қазақтың домбырасымен ерке сылқым деген күйді тартып қарсы алып жатыр. Мінекей, қазақтың күйін де үйренді, домбырасын да үйренді. Мұнда ғана енді Димаш өлең айтып шықты ғой, мұнда ғана көтеріп шықты. Ал енді сол уақыттан бастап қанша жерлерде қазақ тілі жараңдап айтылып, қазақтың гимні айтылып, жағы барлығы не қылып жатыр. Ал енді бұлайша айтқанда, бұл тіліміз жойылатын болса, айтқан енді ел де жойылып кетеді. Аллах субханаллах тағала адамдарды ұлт-ұлтпан жаратты. Ұлт-ұлтпан жаратып, әрбір ұлтқа тілін қоса жаратты. Орысқа өз тілін жаратып қойды, Қытайға өз тілін жаратып қойды, американецтарға өз тілін жаратып қойды, қазаққа өз тілін жаратып қойған. Міне мысалға тірі жәндік құмырсқаларға да жағы өз тілін жаратқанын бізде Құранда баяндайды. Құран Карим Нәмл сүресінде 18 аятта бұлай келеді енді. Ол ақыр құмырсқаның ойпатына келген сәтте дейді, бір құмырсқа Сүлеймен алейхиссаламды айтып жатыр. Сүлеймен алейхиссалам әскерлеріменен құмырсқаның жағы ойпатына жақындаған кездерде, сонда бір құмырсқа дауыстады дейді. Өз тілімен сөйледі дейді. Өрмекші тілімен сөйлеген жоқ, өз тілімен сөйледі дейді. Ей құмырсқалар, ұяларыңа кіріңдер. Сүлейман және оның әскерлері сендерді білмей жаншып кетпесін деді. Оны естіген Сүлейман езу тартып күліп қойды дейді.